Енді қазақстандық өнімдер Ұлы Дала елі брендімен экспортталатын болады. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы осындай атаумен байқау жариялады. Байқаудың ерекшелігі сол, өндірістің 30% өзге елге тасымалдайтын кәсіпорындар ғана қатысу мүмкіндігіне ие. Байқау шарттарымен жүргізілу барысын тілші сабақтап көрді. Республикалық Ұлы Дала елі байқауына облысымыздан Ордабасы құс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қатысуға өтініш берген. Байқау шартына сәйкес іріктеліп алынған кез келген кәсіпорын алдымен тексеруден өтеді. Онда тауар түрінің жасалу технологиясы мен сапасына аса мән беріледі. Комиссия мүшелерінің тексеруден өткен кәсіпорын ғана байқауға жіберіледі. Байқаудың негізгі бағыттарының бірі ішкі өнімді арттырып, оны шетелдік нарықта таныту, ел аумағында өндірілетін азық-түлік жасау технологиясын жақсарту. Менеджмент саласы жақсы жүйеленген, халықаралық байқауларда танылған. Сондай-ақ тауар сапасы аса жоғары кәсіпорындарды іріктеп алып жатырмыз. Бұл міндеттерге Ордабасы құс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі толық сай келіп отыр. Ордабасы құс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2010 жылы іске қосылған. Алғашында жылына 4880 тонна көрке тауық еті өндірілетін кешен көрсеткіші бүгінде 10.000 тоннаға жеткен. Аталмыш кәсіпорында балапан шығару, құс өсіру және оны сою мен өңдеу бөлімдері жұмыс жасайды. Тіпті күркеге арналған жем де осы ортада шығарылады. Мұнда дастарханымызға жұмыртқадан бастап дайын өнім болып келгенге дейінгі технологиялық үдеріс толық жүйеге қойылған. 400-ден астам жұмысшысы бар кәсіпорын мұнымен тоқтап қалмай тауар санын арттырып, оны алыс жақын шетелдерге тасымалдауды мақсат еткен. Бұл жолда тауар өндірушілерді қолдауға бағытталған осындай байқаулар ерекше серпін береді дейді кешен басшысы. Осындай конкурстар арқылы шыңдалу. Шыңдалу арқылы сіздің өндіріліп жатқан өніміңіздің или болмаса компаниямыздың қай дәрежеде жұмыс атқарып жатқан өніміміздің сапасының бәсекелестікке қабілеттілігін анықтау деп ойлаймын. Ұлы Дала елі бренді еліміздегі ең үздік экспорттаушыларды біріктіріп, ел аумағында өндірілетін тауарлар мен қызмет түрлерін әлемдік нарыққа шығарады деп күтілуде. Ұлы Даланың үздік тауары атану үшін кәсіпорынға қандай міндеттер жүктеледі және олар қалай таңдалып алынады? Біріншіден облыстардан компаниялардың тізімін, конкурс заявкаларын жиналып Астанаға жібереміз. Ол жақтан комиссия таңдап, 12 кәсіпорынды таңдап, ол 12 кәсіпорыннан 6-ауын іріктеп, 6-ауына тексеріс, сол кәсіпорынның орнына барып тексеріс ұйымдастырылады. Ол интернет порталында дауыс беру арқылы анықталады. Облыс бойынша бұл байқауға 2 кәсіпорын үміткер болып отыр. Бірі Кентау трансформатор зауыты болса, екіншісі біз болған Ордабасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Байқау соңында республика бойынша 3 үміткер лауреат атанып, Ұлы Дала елі брендін пайдалану құқығына ие болады.